Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жусай қосып дайындалған нағыз ұйғыр мантысының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл манты өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Ұнаса видеома лайк басып, қазақша контентті қолдап, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше салқын суға тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Тұзы ерігенше әрі қарай ұнымыздың ортасын ашып, жаңағы суымыздың барлығын құйып, қолымызбен қамырымызды біріктіріп араластыратын боламыз. Бұл ұйғыр мантысының ерекшелігі қамырын өте қатты қылып илейді. Мінекей, мен барынша күшімді салып, қамырларым біріккенше шамамен 10 минуттай қолыммен басып иледім. Арасында қамырларымның түйіршіктері қалып қоймау үшін алақаныммен де мінекей видеодағыдай қамырдың үстін басқылап, мыжғылап, мінекей езіп, солай қамырымды жұмсартып, біріктіріп алдым. Бұл ұйғыр мантысының ерекшелігі осында. Мінекей, енді жұмыртығыммен қамырдың үстін осылай басып, қамырға 4 бұрышты пішін беретін боламын. Мінекей, барлығын осылай жинай отырып, жұмыртығыммен басып, күшімді салып, енді әрине қыздар, сіздерге де кішкене күштеріңізді салуға тура келеді. Қамыры қатты болғандықтан, бірақ жайған кезде өте тез әрі біркелкі болып жазылатын болады. Сондықтан да енді бастапқы осы қамырын дайындауда ғана кішкене қиындықтар болады. Мінекей 4 бұрышты пішін бере отырып, осылай үстін басып, қамырымды бір жағынан жұмсартып, бір жағынан осындай әдемі пішін беріп, қамырды біркелкі етіп жинайтын боламын. Әрине бұның барлығына менде шамамен 10 минуттай уақыт кетті. Енді осы қамырды қапшыққа салып, немесе осындай целлофанмен орап, бетін жауып, шамамен 30 минутқа қойып қоямын. 30 минут ішінде қамырымыз сәл жұмсарып тұрады. Мінекей, менде 30 минутта уақыт өтіпті. Қамырым мінекей жұмсақ, сәл жылтырақ қалыпты, әдемі болып, бірақ бұл әрине қамырымыздың дайын болды деген сөз емес. Тағы да үстін қолыммен басамын, жұмыртығыммен басып, тағы да 4 бұрышты пішін беріп аламын. Шамамен 5-6 минуттай бастым, мыжғылап. Енді қайтадан бетін орап, тағы да 30 минутқа қойып қоямын. Енді осы уақыт аралығында біздің мантымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Менде тартылған сиыр еті майлы және ұсақтап туралған пияз бен ұсақтап туралған жусай, әрі қарай тұз бұрышын сеуіп, осылай қолмен жақсылап араластырып алдым. Пиязыңызды осылай қолыңызбен ұсақтап турап қоссаңыз, мантыңыз құрғақ болмайды, сулы, сочный болып шығады. Сондықтан да пиязды негізінен бөлек қолыңызбен осылай турап қосқаныңыз дұрыс болады. Енді осы уақыт аралығында менде 30 минут уақыт өтті. Қамырымның бетін ашамын. Мінекей, қамырым жұмсақ болып, жұмсарып, жылтырап дайын тұр екен. Енді осы қамырды дәл видеодағыдай 4 бөлікке бөлемін. Бір бөлігін алып қаламын. Қалған 3 бөлігі кеуіп қалмас үшін целлофанға орап бетін жауып қоямын. Алып қалған бір бөлікті осылай қолмен дөңгелетіп, домалатып илеп, бірнеше бөліктерге бөлетін боламын. Қазір осылардан мантының қамырын жасатын боламыз. Мантыңыздың көлемін, пішінін үлкен не кіші етіп жасаймын десеңіз, ол әрине өз еркіңізде. Біздің жаңағы қамырымыз қатты болды, оны солай жұмсартып, жылтыратып, иін қандырып, илеп алдық қой. Енді соның арқасында біздің мантымыздың қамыры да бір-бірден жайсақта, бірақ өте тез жайылады, әрі жыртылып кетпей, бір тегіс жып-жылтыр болып жазылатын болады. Сондықтан да басында қамырды илегенде кішкене қиналсақ та, жазған кезде бәрі оңай жайылатын болады. Мінекей, әрбір қамырды осылай жұқалап етіп жайып аламыз, артық ұндарын сілкіп тастаймыз. Солай мен барлық қамырымды жайып дайындап алдым. Соңында барып салмасын салатын боламын. Жаңа бірнеше бөліктерге бөліп дайындап алған қамырларыңыздың бетінде орамалмен жауып қойыңыз, себебі кеуіп қалуы мүмкін. Мінекей, қамырларымызды дайындап алдық. Арасы бірақ жабысып қалмағанын қадағалаңыз. Енді ортасына салмасын салып, біз мантымызды түйетін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бірінші мантымыздың ұшын осылай түйіп аламыз, әрі қарай кезекпен қолымыздың, саусағымыздың көмегімен мантымызды жинайтын боламыз.
Егер сізде дұрыс шықпай жатса, әрине онда тұрған ештеңе жоқ. Өзіңіз қалаған басқаша пішін берсеңіз болады мантыңызға. Одан сіздің мантыңыздың дәмі өзгеріп кетпейді. Мінекей, сіздерге түсінікті болу үшін жақынырақта көрсетейін. Бастапқыда 1-2 манты дайындаған кезде кішкене үйреншікті болмауы мүмкін. Ары қарай қолыңыз тез үйреніп, мантыңызды да тез дайындап тастайтын боласыз. Осылай мінекей ұйғыр мантысы жиналады. Барлық мантымызды осылай жинап түйіп шығатын боламыз. Енді манты салатын ыдысымыздың астын майлап, мантымызды салып, пеште шамамен 45 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің ұйғыр мантысы дайын. Өте дәмді әрі сулы болып шықты, құрғақ болып қалмады. Қамыры да ерекше, ішіндегі салмасының өзі жусаймен ерекше дәм береді екен. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Видео ұнаса лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.